Кайырлы күн. Өкмөттүк эмес уюм дегенimiz не? Немесе олар кимдер? Олардын кызмети кандай? Атырау каласы тургундарына сауалнама жүргүздүк. Натыйжесин бирге көрөйүк. Өкмөттүк эмес уюм деген эстүүлөрүңүз бармы? Мүлдем эстебеген. Естімеген жақтым. Билмейсиздер? Жоқ. Естімеген. Мүлдем эстеген жоксуз. Мен білмеймін оны вообще. Мүлдем телевизордан башка жактан эстемедиңиз ба? Жоқ. Білмеймін, естімеймін. Энпо. Телевизордан ештеңеден естімедіңіз бе? Білмеймін, мен кино қараймын тек. Ну ладно. Қандай үйім? Өкмөттүк эмес уюмдар, энполар. Жоқ. Мүлдем эстебегенсиздер. Естімеппіз. Рахмет. Ниеттері, тілектері бір адамдардың жаңағы өз ұйымдары деп түсінемін енді оған. Мемлекеттен ешқандай қаржы бөлінбейді. Ол қазір меценаты, спонсоры дейді ғой, солардың ақшасымен жұмыс жасай алады. Білмеймін, түсінбеймін. Менен сұрамай ақ қойыңыз. Ол енді әр адамдар өзі тендер ұтып алып, сол арқылы қазіргі мемлекеттік ұйымдардың көп жұмысын атқарып жүрген сияқты олар. Білмеймін қалай жүргенсін. Естіп жүрмін, иә? НПО-ны естуім бар. Билесиздер. Мүлдем эстебеген. Жоқ, ана мен барған сияқтымын бір кездер. Азаматтык Осы мына не дейміз ба? Ненің астындағы ода? пенсион. Иә, пенсион фондының. Иә. Хакимов деген, Махамбет деген кісі еді. Сонысының көптен келе жатқан ұйымдары бар еді, табиғат қорғау жөнінде. Нелер білмеймін, бірақ енді бәрі әкімге келіп соғады ғой, бәрі әкімнің. Білмеймін, точно айта алмаймын. Мына шаңырақ деген бар. Иә, мына аналар үйі деген неде. Сол жерлерде НПО-лар бар. Жаңа психологтар мен айтып кеткен. Билмейсиз, коомдук билесиз. Рахмет. Мүлдем эстебеген. Рахмет. Иә, білем. Иә, жақсы ғой. Жақсы, жалпы жұмыстары барғанда сөйлескені адам бәрі ұнады, негізі жақсы. Өте жақсы сауатты мамандар отыр.